Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен үйдегі бар заттармен жасалатын ең оңай әрі жеңіл айран мен жұмыртқадан жасалатын қарапайым бәлішті бірге дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бір жасағаннан ақ осындай үлпілдек әдемі болып шығады. Ең алдымен мен 3 жұмыртқаны осылай табағыма жарып алып, үстінен құмшекерімді салдым. Құмшекерді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Көп, аз салсаңыздар да ол өз қалауларыңыз. Жұмыртқа мен шекерді осылай араластырып алдым. Енді үстінен мен осылай 2 бокал айранды құйып жібердім. Бокалым орташа, қатты үлкен де, қатты кішкентай да емес. Үстінен 1 шай қасықта толтырып разрыхлительді салып жібердім. Енді тағы да жақсылап осылай араластырып алдым. Сонан соң үстінен мен осындай орташа бокалда 2,5 бокал ұнымды салып жіберіп, жақсылап араластыратын боламыз. Яғни қамырымыз біркелкі болғанша араларында ешқандай іртік болмауы қажет. Міне осылай араластырып болған соң мен үстінен 4 ас қасықта кәдімгі өсімдік майына құйып жібердім. Өсімдік майының орнына сары май немесе маргаринді ертіп құйсаңыздар да болады. Енді барлығыны бірге біркелкі болғанша араластырамыз. Яғни қамырымыз бен майымыз жақсылап араласуы қажет. Енді міне мен сіздерге осылай көрсетемін. Осындай қатты сұйық та, қатты қою да болған жоқ. Енді мен кәдімгі әсел пештің осындай листін алып алдым да үстіні майлап жібердім. Енді осы листіме дайын болған қамырымызды құйып, 170-180 градуста 25-30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Достар, міне біздің бәлішіміз дайын болды. Осылай көтеріліп әдемі болып шықты. Мен сіздерге айта кетейін, егер сіздер бәліштің қатты көтерілгенін қаласаңыздар, онда разрыхлительдің орнына, яғни қопсытқыштың орнына кәдімгі пищевая соданы салсаңыздар болады. Яғни 1 шай қасық пищевая соданы жарты шай қасық уксусқа араластырып құйып жіберсеңіздер, бәліштеріңіз одан да қатты көтеріліп шығатын болады. Мен 1 шай қасық толтырып қопсытқыш салдым. Міне біздің бәлішіміз дайын болды. Піскен соң біраз суытып қоямыз. Яғни суыған соң осылай кесіп дастарханға тартсаңыздар болады. Бұл бәліш бір жасағаннан ақ осындай әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менің видеом сіздерге ұнаған болса, менің видеома лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және алдағы уақытта өте оңай, жеңіл әртүрлі тамақ, бәліш, салаттардың рецептімен сіздермен бірге бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналыма қарап жүріңіздер. Сіздерге ас болсын.